Осынша жылдан бері міне 20 миллион қазақтың ішінен бір қазақтың қатыны бір осы сыбайлас жемқорлықпен алысатын бір шенеулікті тумауы өкінішті ақ. Неге біздің қазақтың ішінен Тәшиев сияқты бір азаматтың шықпауы? Анау премьер-министріміз Олжас Бектенов деген не істеп не қойып жүрген өзі білмейді. Өзінен өзі қорқып па бір қаймығып дірілдеп, екі тізесі дірілдеп, не істеп не қойған, не қазақша дұрыс айтпайды, не орысша айтпайды ештеңені. Бір қандай премьер-министр екенін адам түсініп болмайды. Айналайын-ау, сен премьер-министр деген Тәшиев сияқты жұмыс істесеңші көкем-ау. Неге осы Тәшиев сияқты жанын шығармайсың, бір шылықпен неге айдамайсың? Қолында құзыретті билік бар адамға барлығы бағынады ғой. А сен не үкіметті басқара алмайсың, не бір адамға сөзің өтпейді, ешкім одан қаймықпайды, қорықпайды. Қазақстан бетімен кеткен. Қырғыз құрлы болмадық өкінішке қарай. Алақандай Қырғызстан, Қазақстанның Қарағанды облысына бүкіл Қырғызстан сиып кетеді. Алақандай ғана жер. Жапаров эмне үчүн өлүм жазасы керектигин түшүндүрдү. Садыр Жапаров балдар, кыздарды, аялдарды зордуктап өлтүргөн зөөкүрлөр жазаны күчөтүү менен азаят деп эсептейт. Бул тууралуу президент кабар агенттигиндеги маегинде билдирди. Айтымында күнөөсүздөр жазаланбашы үчүн жол жобосун адистери иштеп чыгат. Маселени бийлик өзү билип чечпейт, эл менен кеңешет деген Жапаров. Ал 5 жылга чукул убакытта Кыргызстанда 178 бала, аял өлтүрүлгөнүн белгиледи. Урматтуу туугандар, кабарчылар келип, кеңири көрсөтүп атышат. Артта турган лестницалар бүттү. Мына сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Бул жакта 24 каналы. Мына ушундай эле бир катар Ош ТВ каналдары келип маалымат берип атышат. Биз менен бирге болуңуздар. Жана бүгүнкү күндө мэрдин кылган иштерине баа берели. Ушул лестницаларга сизге бир көрсөтүп өтөбүз. Чек жок. Транзакт соң болуп калды. Мында мына каралбай жаткан орду бул жакта көрсөтүлгөн. Мурдагы эме ташталканы чыккан мезгил экен да. Мына жерде чыккан мезгил. Ушинтип сементтер ушаланып, суланып кеткен. Эми адам карасы болуп калган да. Азыр аябай сонунакей материалдары да сонун колдонулган. Көрөм таштардан. Элдер жыргап калышты. Мэр жүгүрүп бул жакта басып жүрөт. Ары бери басып. Не дейбиз эми? Сөздүн кыскасы, туугандар. Ушинтип өлкөбүз өнүгө берсин. Айма биримдикте бололу. Аман болуңуздар. Жамбы бизнес центрinin жанындагы Сейилбактын жанындагы көпүрө. Ушул мосттун түбүндө четинде ушундай лестницалар. Тепич. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah. Allah Teala çelsiz hamd sanolar. Ayağın sallallahu mübarek hadisler bilen bizlerle hamd kılır. Allah Teala özü gazap yani kim yol kursa, kim köprü satsa, kim başka hayırlı işlerse, başka kursa Allah öz acını veremem diye. Allah şu yanınızda turganlarga, özünüzge, ümidinizi uzaklar versin, kuvvet versin, çarçamayalım. O şehrimiz, bu Kırgızistan şehrimiz bundan hem güzel bola olsun. Sizde için